Айлакер түлкімен кездескен соң бір топ жануар қаланың ең құнды олжасын ұрлауды жоспарлайды, бірақ олардың өздерінің айналасындағы адамдарға зұлым емес екенін дәлелдеу керек. Бүгін біз 2022 жылғы «Жаман жігіттер» фильмінің оқиғасын баяндаймыз. Қасқыр мен жылан дәмханада адамдар сияқты кофеге таласады. Жануарлар шот сұрауға тұрғанда аспаздар мен қызметкерлер олардан қорқып тығылып қалады. Бұл олардың шынымен де жаман болып көрінетінін көрсетеді. Көшеге шыға салысымен жылан әдейі секіріп адамдарды шошытады. Қала тұрғындарының реакциясы өзгермейді. Көліктер оларға жол беру үшін тоқтап, олар орталық көшені кесіп өтіп банкке жетеді. Олар оңайлықпен үлкен сомада ақша ұрлайды. Кейін екеуі көлікке отырады. Оны қасқыр Лос-Анджелес көшелерімен ақылсыз жылдамдықпен айдайды. Мистер Жылан әлемдегі ең күрделі құлыптарды ашатын сейфтерге маманданған маман. Жолда олар артынан көліктер қуалап келе жатқанын байқап таң қалады. Оның үстіне бағдаршамдардың барлығы жабық, бірақ көлік жақындағанда оларға рұқсат беріледі. Себебі мисс Тарантула бағдаршам жүйесін бұзып кірген. Достары қиылыстан өткен соң өрмекші барлық бағдаршамдарды жауып тастайды. Бұл арттағы көліктердің бір-біріне соғуына әкеледі. Қуғын кезінде жыланға туған күніне торт беріледі, ал жақындап келе жатқан полиция көліктерінің бірі құрылыс машинасының астына өтіп бара жатқанда жаншылады. Көп ұзамай командаға бейне өзгертудің шебері акула қосылады. Сондай-ақ мистер Пиранья да көліктердің бірінің ішінен шығып офицерге шабуыл жасайды. Ақыры жылан ұрланған сейфті ашады. Соның ішінде мыңдаған доллар көліктен ұшып шығады. Дәл сол сәтте топ полиция қызметкерлеріне толы жерге келеді. Бұл қоңыр басшы офицердің назарын аударады. Ол басқаларға бұйрық береді және жануарларды қуа бастайды. Полиция бастығы денесін созып жануарлардың көлігіне қарай ұмтылады. Бұл оны ашуландырады және басқа жаққа аударады. Сондықтан ол алдында келе жатқан автобусты байқамай қалады. Бұл оның көлігіне қайта оралуына мәжбүрлейді. Аз жерде соқтығысып қала жаздайды. Содан кейін жануарларды алдарынан шыққан көліктер қоршап алады. Сондықтан олар тез бұрылып баспалдақпен жоғары жылдамдықпен ұшып өтеді. Кейінірек команда өздерінің жасырын орнына жетеді. Ол жер асыл тастар мен алтынға толы. Олар жыланның туған күнін тойлайды, ал мистер Пиранья торттың бәрін өзі де жеп қояды. Жылан мұз жемісін жегелі жатыр, бірақ оның акула досы да бір бөлігін алғысы келеді. Сондықтан ол оны алдап балмұздаққа бола бітпейтін төбелесті бастайды. Дидарда губернатор Диана халыққа сөз сөйлеп, жаман жігіттерді адамдарды алдау және тонау үшін ескерген әдістерді қолданатын әуесқойлар деп мәліметтейді. Ол сондай-ақ жақын арада барлық алаяқтар ұрлағысы келетін қаланың ізгі самариялық сыйлығы болып табылатын алтын дельфин атты олжаны табыстайтынын жариялайды. Екінші жағынан жылан ұрлыққа қатысқысы келмейді, өйткені оның командасына жасырын жерінде қажеттінің бары бар деп санайды. Дегенмен ол өзінің басты дұшпан шошқада статуэтканы ұрлауға тырысып жатқанын түсінгенде ұрлыққа қатысуға шешім қабылдайды. Қайырымдылық іс-шарасы кезінде алтын дельфин сахна артында әртүрлі қауіпсіздік айлалармен қорғалған жерде сақталады. Сондықтан олар мерекелік орынға кіру үшін танымал адамдар болып кенуге шешім қабылдайды. Барлық залында полиция бастығы мен оның қарамағындағылар күзетіп тұрған екі брондалған есік бар. Екінші есіктен тек губернаторға ғана кіруге рұқсат етілген. Сондықтан қасқыр оған жақындап, оның жылтыр сақинасын ұрлау мүмкіндігін пайдаланады. Кенеттен түлкі топтың ұрлаудың айлакер тәсілін мазақтай бастайды. Бұл жыртқыштың көңілін қалдырады. Олар сөйлесіп жатқанда қасқыр достарымен бірге ішке кіруге дайындалады, ал полиция оларды аулауға дайын тұр. Жылан құбырлар арқылы кіріп, жол бойы терісін ауыстырып, киімін ішінде жуынатын бөлмеде қалдырады. Мистер Пиранья даяршылардың бірін шабуыл жасап, киімін ұрлайды. Өрмекші барлық қауіпсіздік дабылдарына іске қосады, ал қасқыр полиция бастығымен соқтығысып, оның кіру картасын ұрлайды. Баспалдақтан түсіп бара жатып, ол бір ханымның әмиянын ұрламақ болады, бірақ оның құлағы тұрғанын көріп көмектеседі. Сондықтан ол оны құшақтап алғыс айтады. Бұл оны қатты қуантады және оған ерекше сезім береді. Кештің басқа бөлігінде мистер Акула күзетшілердің назарын аудару үшін босанайын деп жатқанда кейін танытып жанжал туғызады. Даяршылар арбасына тығылған соң мистер Пиранья мен қасқыр өткеледі қорқап тұрған басқа күзетшілерге барады. Содан кейін олар есіктен өту үшін оларға тосына шабуыл жасайды. Қорғалған бөлменің ішіне жылан статуэткаға өте жақын түсіп, лазер сенсорларына аулақ болуға тырысқан жыртқышты ұстап тұрады. Алайда ол алмас сақинаны түсіріп жіберіп, құрылғыларды іске қосады және статуэлардың бірін сындырады. Бұл жағдайда топ болған өрмекші жүйені бұзуға дайындалады, бірақ оны өшіре алмайды. Олар асығу керек, өйткені сахна пердесі 5 минуттан кейін аз уақыт ішінде ашылып, ұрлықты әшкерелейді. Сол уақытта полиция бастығы бөлменің есігін қағады, ал Пираньяның жүрегі айнып жағымсыз иіс шығарады. Бұл жағдай Тарантуланы тезірек әрекет етуге мәжбүр етеді. Ол барлық жылдамдығын қолданады, бірақ бөлмені басқан сасық тұманның алдында есінен танып қалады. Дәл сол сәтте полиция бастығы есікті ашып үлгереді. Бұл иістің сыртқа шығуына мүмкіндік береді. Алайда әйелді акула тоқтатады, ал өрмекші оянып жүйені өшіруге үлгереді.
Перделер ашылған кезде губернатор өзінің олжасының жоқ екенін түсініп қонақтарды тыныштандыруға тырысады. Дәл сол сәтте жануарлар тобы ұрланып шығады. Алайда қасқыр профессор Мармеладтың сөзін естіп қуанышпен құйрығын бұлғайды. Бұл ұрылар тобының іс-шарада бар екенін әшкерлейді. Олар статуэткамен ұсталып қалады, сондықтан болат арқанды пайдаланып қашуға тырысады. Осы кезде профессор топқа өзгеріп жақсы болуға мүмкіндік беретін атақты оқиға деп мәлімдеп мүмкіндік беруді ұсынады. Мармелад түлкіні оларды уақытша жіберуге көндіреді. Көліктің ішінде қасқыр достармен бірге Диананы алдауға келіседі, өйткені олар бостандықты тек трофейді қайта ұрлау үшін пайдаланады. Кеміргіштің үйінде ол топтың мейірімділігін арттыру үшін жаттығулар жасауды ұсынады. Жылан мен акуладан мұз жемісін бөлісуді сұрайды, бірақ жылан мұны істей алмайтынын айтады, сондықтан оның серіктесі ашулан оны жұтып қояды. Осыдан кейін жыртқыш ханым болып киінеді, ал оның серіктері оған көшені кесіп өтуге көмектесуі керек, бірақ мистер Пиранья алаңдап досын көлік қағып кетуіне жол береді. Кейінірек топ кокос ағашында қалып қойған мысықты құтқаруға мәжбүр болады, бірақ жануар олардың дөрекілігін қорқып қасқырға шабуыл жасайды. Келесі міндет теңіз шошқалары тәжірибе үшін қолданылып жатқан зерттеу орталығына кіріп оларды құтқару. Мұны істеу үшін олар өздерін аз жаман етіп көрсететін сүйкімді киімдер киеді. Зертхана ішінде акула ғалымдарды алаңдатуға тырысады, ал жылан әйнек терезеге бірнеше рет лақтырылады, бірақ дәрігер байқамайды. Олар жануарлардың болат есіктің артында екенін, оған тек құбырлар арқылы ғана кіруге болатынын біледі. Сондықтан жылан ішке кіріп бөлмелердің біріне құлап мыңдаған кеміргіштермен кездеседі. Сол уақытта профессор сыртқа көпшілікке шығып, сол күні игі іс жасайтынын мәлімдейді. Сонымен қатар жануарлар тобы болат есікті ашып, іші теңіз шошқаларына толы мистер жыланды табады. Қасқыр оны барлық жануарларды босатқанша тез шайқайды. Дәл сол сәтте есік көпшілікке ашылады. Олар іштегі команданы көріп, оларды шабуылға, ұрлыққа және барлық хаосқа кінәлап таң қалады. Диана топқа және Мармеладқа ашуланып полиция шақыратынын айтады, сондықтан қасқыр оған мейірімділік танытып түлкіні көндіруге тырысады. Көп ұзамай губернатор оның ең құнды сақинасы қасқырға білдіртпей ұрлап алады. Бұл олардың соншалықты айырмашылығы жоқ екенін көрсетеді. Ол жануарларды тұтқындаудан бас тартып, оларға тағы бір мүмкіндік беруді шешеді. Таңертең жыртқыш табиғатты бақылап, мысықтың әлі кокос ағашының үстіне екенін түсінеді, сондықтан ол ағашқа өрмелейді. Бұл мысықты қорқытып, бұлатақтың бірін сындырады. Кенте жануардың құлауына әкеледі. Қасқыр оны жерге жетпей тез ұстап алады және оны сол жерге қайтарады. Оны құтқару үшін тағы бір мүмкіндік сұрайды. Мысық жыртқышқа сәнген сәтте кейіпкер толқудан шаштарының тік тұрғанын сезінеді. Бірнеше секундтан кейін оның серіктері профессормен бірге пайда болады. Ол бүкіл көріністі нақты уақыт режиміне жазып алған. Бұл азаматтар арасында қорқыныш емес, құрмет туғызады. Кейінірек ұйықтар алдында қасқыр мысықты өзімен бірге ұйықтауға алады, ал мистер жылан өзінің шынымен қасқыр жануарға айналып бара жатқанын сене бастайды. Келесі күні олар алтын дельфинді ұрлауға болатын балға барады. Олар сейфті босату үшін полиция бастығына кісенделген титан корпусын алу керек. Олар кешке келгенде оларды Мармелад және оларға қол соққан ондаған азаматтар қарсы алады. Акула өз жоспарын бастағалы жатыр, бірақ кейбір жанкүйерлер оған кедергі жасайды. Оның үстіне қасқырды да кейбір адамдар тоқтатады, сондықтан ол бағытын өзгертеді. Бұл оған қол бұлғап тұрған түлкіні күдіктендіреді. Дәл сол сәтте мистер жылан әйелдің саусақ іздері бар көзілдірігіне ұрлап үлгереді және чемоданды ашады. Ол нысанды алғалы тұрғанда полиция әйел чемоданды ұрып жібереді. Бұл жыланның оның денесіне жабысып қалуына әкеледі. Содан кейін әйел өзінің кесесін іздейді және оны мистер жыланмен шатастырып, сусын деп есептеп жануарды аузына салады. Алайда жыланның достары келіп офицерді алаңдатады. Ол ішуге үлгермей тұрып, Пиранья сахнада ән айта бастайды. Топтағы басқа жануарлар топқа қосылады. Бұл полиция әйелді ашуландырады және оның жыланды босатуына мәжбүрлейді. Содан кейін жануар босап шығады және портфельдің ішінде құпия сөзді ұрлап үлгереді. Сол уақытта мистер Тарантула би кезінде қауіпсіздік жүйесін өшіреді. Қасқыр Дианадан ұрлаған гауһар тасты қайтарады. Бұл оның мейірімділігіне риза болады. Сахнада сөз сөйлеп жатқанда жыртқыш трофейді қорғайтын қауіпсіздік жүйесін босату үшін батырманы басу керек, бірақ ол кідіріп жоспардан бас тартылып құнды затты профессорға тапсырады. Бұл оның достарының көңілін қалдырады. Диана оларды қылмыстары үшін кешіруге дайындалып жатыр, бірақ кенеттен жарық сөніп қалады және барлық қонақтар метеориттің жоғалып кеткенін түсініп жануарлардан күдіктенеді. Қасқыр өзінің кінәсі екенін мәлімдейді, бірақ оның суреті үлкен экранда пайда болып, барлық полицейлер оны қуа жөнеледі. Олар оны сусындар сөресінің алдында қоршауға алады. Жануарлар полицейлерге сұйықтық шашып қашып кетеді. Жалғастырмас бұрын олар губернаторға барып, оған қағаз береді. Салтанатты залдан шығар жолда мистер Пиранья оларды тоқтатып, полициямен бетпе-бет келу керектігін айтады. Содан кейін жануарлар мылтықты ауаға лақтырады, бірақ ол акуланың басына түсіп, олардың тұтқындалуына әкеледі. Дәл сол сәтте Мармелад көлікке отырып, олардың еш нәрсеге кінәлі емес екенін білетінін айтады. Дәл сол сәтте қасқыр өзі құтқарған әйелді, сондай-ақ профессордың айтқан кейбір сөздерін есіне түсіріп, оны метеориттің нағыз ұрысы деп әшкерелейді. Өйткені ол жасырынып жүрген кеміргіш өзінің шынайы мінезін
ашып, ғалымдар оның жердегі кез келген нәрседен өзгеше электромагниттік желігі шығаратынын анықтағандықтан тасты ғана қалаған айтады. Алайда кішкентай жан тастың үшін әлемдегі ең үлкен ұрлықты жасау үшін қолданғысы келеді. Содан кейін ол топтың жақсы болу үшін барлық тұзақтарына түскенін ашады. Ұры ашуланып оған шабуыл жасауға кіріседі, бірақ көліктің есігін жау ашып жібереді. Бұл адамдарды қасқыр зұлым деп сендіреді. Алайда Диана полициямен сөйлесе бастағанда теңіз шошқасына күдіктенеді. Сондықтан ол серіктесінен алған қағазды алып картада көрсетілген жерге барады. Ол жерде топтың қазынаға толы жасырын орнын табады. Команда түрмеге кіруге дайындалып жатқанда қасқыр достарына әмиянды ұрлаудың орнына қарт әйелге көмектескен және бұл сыйақы оған ұнағанын ашады. Бұл оның достарын ашуландырады. Мистер Жылан оған секіріп оның үстіне оралады. Бұл күзетшіні оларды бөлуге мәжбүрлейді. Кенеттен төбеден тағы бір күзетші құлап, қара киімді әйелдің түрмеге шабуыл бастағанын көрсетеді. Ол күзетшілердің шеберлікпен ұрып, оларды бір-бірлеп камераларға лақтырады, ал жануарлар тобы таңданыспен бақылайды. Полицейлердің бірі қашып кеткелі тұрғанда әйел оған аяқ киімін лақтырып, оның құлауына себеп болады. Ақырында шебер ниндзя бас киім шешіп, өзінің жеке басын шешеді. Губернатор Диана ұрлықтар патшайымы Қызыл Террена деген атпен белгілі. Еттен бұл жерге мыңдаған полицейлер басып кіреді. Сондықтан түлкі олардың бәрінің қашып кетуіне қамтамасыз ете отырып, олардың соңынан барады. Диана командаға қосылып, профессордың жоспарын тартуға шешім қабылдайды, бірақ қасқыр ғана миссия көмектескісі келеді, өйткені басқа мүшелер топтың бөлігі болғысы келмей кетіп қалады. Сол уақытта Мармелад өз зертханасында метеориттің күшін жануарларға сынау үшін ғалым ретінде жұмыс істейді. Содан кейін ол тетікті іске қосады. Бұл электромагниттің өрісін айналды үлкен аймаққа жетуіне мүмкіндік береді. Бұл оған сол аймақтағы барлық кеміргіштерін басқаруға мүмкіндік береді. Түлкі бір күні алтын дельфинді ұрлауға тырысқан, бірақ айнаға қарап жақсы нәрсе жасауға шешім қабылдаған және сол тәжірибеден кейін ешқашан ештеңе ұрламағанын айтады. Мистер Қасқыр губернаторды оның қонақ бөлмесіне апарады. Ол жерде гаджеттер мен лазермен ататын қарулар толы жасырын бөлмеге бар. Өзінің бақылау құрылғыларын қолданып, Диана қала бойынша бірнеше теңіз шошқаларын шашырап жүрген, оларды профессордың басқарып отырғанын ашады. Арнайы мақсат жоқ, өйткені жануар мектептерге жүк көліктермен бара жатқан ақшаның өзін ұрлағысы келеді. Бұл жағдайда тап болған екеуі барлық кеміргіштерді тоқтатуы керек. Мұны істеу үшін олар метеоритті ұрлауы керек. Осылайша Мармелад жануарларды басқара алмайды, сондықтан олар арнайы киімдерін киіп, жылдам көлікке отырады және гараждан толық жылдамдықпен шығып кетеді. Сол уақытта ұрылар тобы жасырын орындарына оралады. Онда олар барлық заттарын жоғалып кеткенін байқайды. Ұрланбаған жалғыз нәрсе тоғанысқыш. Онда бірнеше фотосуретші және мистер Жылан өзінің акула досын қуанту үшін сыйлық ретінде біреуге шешімге қабылдаған мұз жемісі бар. Әркім оның жақсы іс жасағанын түсінеді, тіпті олар мойындамаса да. Дәл сол сәтте мисс Тарантула олардың жақсы бола алатын және қасқырдың дұрыс айтқанын болуы мүмкін екенін айтады. Бұл бәрінің құйрықтарын бұлғауына себеп болады. Бірақ жылан жақсылық жағына өтуден бас тартып ашуланып ол жерден кетеді. Осы кезде зұлым кеміргіштер қаланы басып алып ақшаға толы жүк көліктерін іздейді. Мұқтаж ауруханалар қайырымдылықты алғалы тұрғанда жүк көліктері теңіз шошқаларымен басып алынып қаланы толығымен жындандырады. Сондықтан қасқыр мен түлкі Мармеладтың жасырын орнына жол тартады. Олар төбедегі сымдар арқылы кіреді. Дәл сол сәтте жыртқыш нысанды ұрлауға тырысады. Ол тоқ соққысынан алады және екеуі тұтқынға алады. Профессор пайда болып губернатордың гауһар тасын ұрлайды. Жыланнан жұптың жоспарын ашуға көмек алғанын айтады. Көп ұзамай жылан технологиялық дулығын ұстап алып оқиға орнынан кетіп қалады. Содан кейін жұпты ұстап тұрған арқан төмен түсе бастайды. Оларды жердегі өткір жүзге өте жақын әкеледі. Алайда олар бөлмеде жағымсыз иісті газ көтеріле бастағанын түсінеді. Бұл олардың достарын оларды құтқаруға келгенін көрсетеді. Олар машинаны өшіріп серіктерін босатады. Сол уақытта зұлым адам мен жылан өздерінің күтіп тұрған достарын тобын көріп таң қалады. Команда метеоритті ұрлап толық жылдамдықпен қашып кетеді, бірақ мысықтың ағашта қалып қойғанын түсінгенде олар қайтып келеді. Жолда олар Мармеладтың метеоритсіз де кеміргіштерді әлі де басқара алатынын түсінеді. Шешім қосылымызды үзу үшін сигнал ұстағышты пайдалану. Сондықтан олар құрылғыларды жүк көліктеріне тасуға тырысады. Бірақ түлкі сәтсіздікке ұшырайды. Сондықтан олар бөлінуге шешім қабылдайды. Губернатор мотоциклін айдап топтан бөлініп дискілерді көліктерге шеберлікпен лақтырады. Акула мистер Пираньяны жүк көліктеріне лақтырады, ал ол бірнеше құрылғыны іске қосады. Екінші жағынан түлкіні көліктердің бірі басып қалуға шақ қалады, бірақ ол астына түсіп қауіптен құтылады. Балықты да екі көлік қоршайды және ол жүк көліктердің бірінің үстіне шығу үшін жеткілікті биікке секіреді. Барлық көліктер құрылғылармен жабдықталған соң өрмекші оларды басқарып мектептерге қайтарады. Түлкі полиция бөлімшесіне барып офицерлерге жаман жігіттер метеоритті қайтарып алғандықтан батырлар екенін айтады. Алайда мистер Қасқыр өзінің жылан серіктесін есіне түсіреді. Сондықтан ол көлікті іске қосып оның соңынан жүгіруге шешім қабылдайды. Бұл барлығын олардың тасты ұрлап жатқанын сендіреді. Олар Мармеладтың тік ұшағына жетеді, бірақ зұлым адам дулығасын киіп оларды қорқытады. Кенеттен көліктің артынан бір тау теңіз шошқалары пайда болып көлікке бірнеше соққы береді.
Жылан капюшон киген жануарлар достарына оңай қарауды сұрайды, сондықтан олар топтың әлсіздігін қолдануға келіседі. Профессор мистер жыланды ұшақтан итеріп жібереді, бірақ жануар құламас бұрын тікұшақтан ұстап қалады. Содан кейін қасқыр серіктесі үшін тасты беруге шешім қабылдап, алдымен оның әріптесін беруін талап етеді. Содан кейін жануар лазерлік далапты қолданып тікұшақты метеоритпен байланыстыратын шынжырды кесіп тастайды. Ол жолдың аяқталу жақын екенін байқамайды. Дәл сол сәтте мармелад жыланды тікұшақтан лақтырып жібереді. Сондықтан команда оны жартасқа құлағанға дейін жету үшін көлікті жылдамдатады. Жүргізуші жолда тұңғиық бар екенін түсінеді, бірақ олар көлікті жылдамдату оның бір сәтке ұшып кетуіне себеп болады. Алайда олар екінші жағына жетіспес бұрын көлік соғылып, команда не істерін білмей құлап қалады. Барлық жануарлар жеңілісті қабылдайды, бірақ қасқыр оларға көпірге жету үшін қолдануға арналған құрылғы әкелгенін ашады. Көлік олардың астына жарылған кезде қоқыс тікұшаққа тиіп, профессор кеміргіштерді басқару мүмкіндігінен айырылады. Полиция бастығы пайда болып, оларды тұтқындауға дайындалады, бірақ Диана оны тоқтатады. Губернатор өзінің шынайы және басын ашуға шешім қабылдайды, бірақ жыртқыш оны тоқтатып, ұрылар тобы беріледі. Кенеттен мармелад оқиға орнына келіп қаланы құтқарғанын айтады, ал барлығы метеориттің жай ғана шам екенін түсінеді. Содан кейін мистер жыланның нағыз нысанды ауыстырып, дәл сол сәтте оны жаруға шешім қабылдағаны анықталады. Бұл кішкентай кемірішті аң-таң қалдырады. Көп ұзамай шам мистер полицияның қолына түседі. Осылайша біздің мультфильм шоуымыз аяқталады. Егер менің арнам ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген кино шоулар мен мультфильм шоулар шығады, соны бірге көрейік.